Жылдам хабарнама. Қазақстан әйелдері үшін жақсы жаңалық. Ассалаумағалейкум, құрметті көрермен. Бізді тамашалауды және де бір ғана лайк түймесін басуды ұмытпаңыздар. Бірақ қысқартылатын жылдар саны 10-нан аспауы тиіс. Мәжіліс депутаты Аманжан Жамалов дүниеге бала әкелген аналарды зейнетке шығу жасын қысқартуды ұсынды. Оның айтуынша дүниеге әкелген әр бала үшін әйелдің зейнетке шығу жасы 2 жасқа қысқарылуы қажет, бірақ қысқартылатын жылдар саны 10-нан аспауы керек. Осылайша 3 бала туған әйел зейнет демалысына 6 жыл бұрын шығады. Қазір таңда әйелдердің зейнет жасын өсіру тоқтатылып қойылған кезде ол 55 жаста шығады. Ал әйелдердің зейнет жасы 63-ке көтерілгеннен кейін ол 57 жаста зейнетке шығуы мүмкін, деді депутат. Оқи отырыңыздар, әйел шахтер және мүгедектігі бар балдардың зейнет жасы төмендеуі мүмкін. Сондай-ақ, Аманжан Жамаловтың айтуынша Қазақстанда соңғы 3 жыл әйелдердің өмір сүру ұзақтығы 1,5 жылға қысқарған. Жаңалықты жарнамасыз оқыңыз. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз және достарыңызға бөлісуді ұмытпаңыз.